Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сіздермен Ниш КТЛ дайындық каналы. Бүгін біз 11 тестті қараймыз. Бұл КТЛ билға арналған логикалық тапсырмалар. Тақырыбымыз амалдар. Алғашқы есеп 8, 2, 7, 28, 9, 2, 6, 3, 16, 4, 5, 23, 12, 6 неше шығады? Алдымен пауза қосып, өзін шығарып көріңіз. Сосын төменге жауапты қалдырыңыз. Өзіңіздің деңгейіңізді білейік. Бізден нешеуі дұрыс болғанын айтып отырыңыздар. Жақсы ма? Кеттік. Мына жерде бірінші байланыс, қараңыз. 8 бөлу 2 4 болады. 4 көбейту 7 28 болады. Яғни мына ромб ортасында боялғаны бар. Ол бізде бөлу белгісін береді. Ал қара квадрат бізде көбейту белгісін береді. Дәл сол амалды екіншісі қолданып көрейік. Біз көбейту екен білеміз квадраттың, ал мынаны бөлу екен білеміз. 9 көбейту 2 18, 18 бөлу 6 3 болады. Дұрыс па? Келесі. Алғашқы ромб түркен ол бөлу, одан кейін квадрат тұр. Ал квадрат көбейту. 16 бөлу 4 4 болады, 4 көбейту 5 20 болады. Шығып келе жатыр. Енді 4-ші есеп шығарамыз өзіміздікін. Бізде бірінші квадрат тұр. Квадратын істейді, ол көбейтеді. 3-ті 12 көбейтсек 36, ал ромб ол бөледі. 36-ны 6-ға бөлсек 6 болады. Бұл бізде Б жауабы. Екінші есеп бізде 48, 12, 3, 12, 25, 3, 15, 5, 24, 8, 6, 18, 18, 12, 9 неше шығады? Соны табу керекпіз. Алдымен пауза қосып, өзін шығарып көріңіз. Міне жауаптары төменге қалдырыңыз. Рахмет. Егер қараған болсаңыз, мен сізге түсіндіріп берейін. 48, 12. Мына белгі ромб, ортасы көк боялған. Ол нені білдіреді? Бөлуді білдіреді. 48 бөлу 12 4 болады. Ал мына белгі, ол көбейтуді білдіреді. 4 көбейту 12 шықты. Сәйкесінше мына белгілер тауып, мынау көбейту, мынау бөлу, мынау бөлу, мынау көбейту, мынау көбейту, мынау бөлу болу керек. Енді көрейік, тексерейік. 25-ті 3-ке көбейтейік. Қанша? 75, 75-ті 15 көрсек 5 шықты мына есеп. 24 8 бөлек 3, 3-ті 6 көбейтейік 18. Бұл есепте шықты. Яғни амалды дұрыс таңдаған екенбіз. Енді төртінші есепті көрейік. Біз не істейміз? 18-ді 12-ге көбейтеміз. Шыққан мәнді 9-ға бөлеміз. 18-ді 9-ға сатайық. 1, 2, 2-ні 12-ге көбейтейік 24. Ал 24 бізде Е жауабы. Үшінші есеп 4, 3, 2, 14, 5, 3, 4, 19, 7, 4, 6, 34, 7, 2, 2 неше шығады? Міне жауаптар. Тағы пауза қосайық, өзін шығарып көріңіз. Кеттік. Егер өзін шығарған болсаңыз, біздің жауаппен салыстырайық. Қараңыз. 4-ке 3-ті қосамыз. 7, 7-ні 2-ге көбейтеміз 14. Яғни біз 3-3-тің қосу екен, ал дөңгелектің көбейту екен біліп алдық. Қойып шығайық. Көбейту, қосу, көбейту, қосу, қосу, көбейту. Енді тексерейік, шыға ма шықпай ма? 5 көбейту 15, 15 қосу 4, 19. 7 көбейту 4, 28, 28 қосу 6, 34. Енді 7 қосу 2, 9, 9 көбейту 2, 18. 18 бізде Д жауабы. Төртінші есеп 9, 7, 7, 14, 2, 6, 3, 9, 15, 7, 500, 19, 13, 6 неше шығады? Тағы пауза қосыңыз. Күтейік. Міне жауаптар 26, 30, 36, 42, 48. Төменге қалдырыңыз. Егер шығарған болсаңыз, мен сізге шығару жолын көрсетейін. Қараңыз. 9 азайту 7 болады 2. 2 көбейту 7 болады 14. Яғни бізде квадраттар нені білдіреді? Азайтуды білдіреді. Ал дөңгелек шеңберлер боялған, ол көбейтуді білдіреді. Тексеріп көрейік, шынымен солай ма екен? 2 көбейту 6 12, 12 азайту 3 9. Дұрыс. 15 көбейту 7 105. Сонда да көбейтіп берейін сіздерге. Қараңыз. 7-ні 5 көбейтсек 35, 5-ні жазам 3 ойда, 7-ні 1 көбейтсек 7, ойдағы 3-пен 10, 105. Ал 105-тен 5 азайтсақ, әрине болады 100. Бізде дұрыс шықты. Үшіншісі. Төртіншісі, ең маңыздысы, бізге дұрыс жауап береді осы. 19 азайту 13 болады 6,
6 көбейту 6 болады 36. Ал 36 бізде С жауабы.